Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Даниярұлы Мұхаммедали. Бүгінгі Meteor'ың тапсырмасы аясында мен қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері атты тақырыпта баяндама жасаймын. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан бұл тарих сахнасында тек 1991 жылы ғана шыққан жас мемлекет емес, біздің мемлекетіміздің тамыры мың жылдықтар тереңінен Еуразия даласында өмір сүрген ежелгі өркениеттерден бастау алады. Мемлекеттілік дәстүрі ұғымның өзі тек аумақ пен билік қана емес, бұл халықтың өзін өзі тануы, ортақ мүдде жолында бірігуі, билік институттарын қалыптастыру және оны ұрпақтан ұрпаққа аманаттануы. Қазақ даласында бұл дәстүр ешқашан үзілмеген. Бір мемлекет болса, оның орнына жаңасы келіп, бұрынғының басқару тәжірибесін, заңдық нормаларын және рухани құндылықтарын мирас етіп отырған. Бүгінгі баяндаманың мақсаты осы 1000 жылдық сабақтастықты нақты дәлелдермен көрсету. Ол үшін біз бірнеше кезеңді қарастырамыз. Бірінші кезең қазақ хандығының құрылуының алғы шарттарын, яғни ежелгі орта ғасырдағы мемлекеттерді талдаймыз. Қазақ хандығының құрылуы тарихын саралаймыз. Мемлекеттіліктің 20 ғасырдағы қайта жаңғыру кезеңдерін, алаш автономиясы мен кезеңді қарастырамыз. Және тәуелсіздікке жету жолдарын қорытындылаймыз. Бірінші тақырып қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары. Қазақ хандығы 1465 жылы кездейсоқ бос жерде пайда болған жоқ. Ол осы аумақта өмір сүрген ондаған мемлекеттің құрылымының заңды мұрагері. Ежелгі кезең біздің заманымызға дейін бірінші 1000 жылдық және біздің заманымызда 5 ғасыр. Ең алғашқы мемлекеттің нышандары ол сақтарды көреміз. Олар Қазақстанның оңтүстік, шығыс және орталық аумақтарында мекендеген болатын. Сақтар жай ғана жабайы тайпа емес, олар дін патша деп аталатын билеушілері болған. Әскери демократиялық басқару жүйесі, күрделі аумақтық құрылымы және өзіндік аң стилі өнері болған. Бұл мемлекеттіліктің алғашқы деңгейі еді. Одан кейін үйсіндер біздің заманымызға дейін 2 ғасыр, біздің заманымызда 5 ғасырға дейін жетісу өңірінде өмір сүрді. Олардың билеушісі Гүлмо деп аталады. Астанасы Ыстықкөл маңында Чигучен қаласы болатын. Үйсіндердің маңызы олар алғаш рет ірі халықаралық дипломатиялық қатынас орнатты. Мысалы, Қытайдың хан империясымен туыстық келісімдер жасаған болатын. Бұл сыртқы саясат дәстүрінің басталуы. Орта кезеңде Сырдария бойында қаңлылар өркендеді. Олар Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігін бақылап, көшпелі және отырықшы мәдениетті ұштастырды. Бұл экономикалық және халықаралық мәдениеттің сабақтастығы. Ғұндар орталық Азиядан Еуропаға дейінгі ұлан-ғайыр аумақты қамтыған қуатты империя болды. Ғұндардың әскери әкімшілік жүйесі, ру тайпаларды 24 қанатқа бөлуі, төмен басы, мың басы жүйесі кейінгі түрік қағанатының басқару моделіне тікелей негіз болды. Орта ғасырлардағы кезең түркі дәуірі. Бұл қазақ мемлекеттігінің тікелей негізін қалаған кезең. 552 жылы түрік қағанаты құрылды. Ол Алтайдан Қара теңізге дейін аумақты біріктірді. Түріктер тарихта алғаш рет түрік этнонимі мемлекет атауы ретінде қолданды. Олардың ең басты мұрасы ел немесе іл ұғымы болды. Бұл халық, жер және қаған билігі біріккен киелі мемлекет идеясы. Күлтегін жазуында түркі халықты үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым деуі мемлекетке қызмет ету идеологиясының көрінісі. Кейін қағанат екіге бөлініп, Қазақстан аумағы мен батыс түрік қағанатының орталығына айналды. Оның астанасы Суяб қаласы болды. Бұл біздің жеріміздің ежелден саяси орталық болғанын көрсетеді. Одан кейін бұл аумақта Түргеш қағанаты, Құрлық қағанаты бірін-бірін алмастырды. Олар Жетісудағы қалалық мәдениетті дамытып, өз ақшаларын шығарды. Және сыртқы жауларға тойтарыс беріп, осы жердің дербестігін сақтап қалды. Шығыс далада Қимақ қағанаты, Сырдарияда Оғыз мемлекеті өмір сүрді. Бұлардың барлығы қазақ халқының құрамына енген тайпалардың мемлекеттік бірлестіктері болды.
11 ғасырда 1219 жылға дейін ертістен Дунайға дейін ұлы даланың Қыпшақ хандығы біріктірді. Бұл кезеңнің үш маңызды мұрасы бар. Аумақ. Біздің жеріміз Дешті Қыпшақ, яғни Қыпшақ даласы деп аталды. Бұл болашақ қазақ жерінің негізгі аумағы. Этнос. Осы аумақта өмір сүрген көптеген тайпалар бірігіп, Қыпшақ этносының негізін қалады. Тіл. Қыпшақ тілі қазақ тілінің негізі. Кодекс Куманикус сөздігі сол заманның мұрасы. 13 ғасырдағы моңғол шапқыншылығы бұл мемлекеттерді жоғанмен мемлекеттік дәстүрін үзген жоқ. Керісінше ол жаңа формаға ие болды. Қазақстан аумағы Алтын Орда құрамына кірді. Алтын Орданың халқының басым көпшілігі жергілікті қыпшақтар болды. Алтын Орданың әкімшілік жүйесі, сауда-саттығы, қалалық мәдениеті дамыды. Алтын Орда ыдыраған кезде оның шығыс қанаты ретінде Қазақстан аумағында Ақ Орда мемлекеті оқшаулады. Міне осы Ақ Орда Қазақ хандығының тікелей негізі. Кейіннен Қазақ хандығы құрылған. Жәнібек пен Керей сұлтандар осы Ақ Орданың билеген орыс ханның тікелей ұрпақтары. Бұл билікті, яғни төрелік дәстүрінің тікелей сабақтастығын көрсетеді. Қазақ хандығының құрылуы тарихы мен аумағының қалыптасуы. 15 ғасырдың ортасында Ақ Орда аумағында билікке Әбілқайыр хан келді. Ол өте қатал саясат жүргізіп, билікті орталықтандыруға тырысты. Оның саясатына наразы болған Шыңғыс ханның заңды ұрпақтары Жәнібек пен Керей сұлтандар өздеріне қарасты ру тайпаларды бастап Әбілқайыр ұлысынан бөлініп, Жетісудағы Моғолстан жеріне көшіп кетті. Тарихшы Мұхаммед Хайдадуллаһидің Тарих-и-Рашиди еңбегіне сәйкес бұл оқиға 1465-66 жылдары болды. Моғолстан ханы Есенбұға оларды Шу мен Талас өзендерінің алқабына қоныстандырды. Дәл осы жерде алғашқы қазақ хандығы құрылды. Бұл жай ғана көш емес, бұл ежелгі Ақ Орданың мемлекеттік дәстүрін қайта жаңғырту әрекеті еді. 1468 жылы Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейін Дешті Қыпшақтағы көптеген тайпалар Жәнібек пен Керейдің туының астына жинала бастады. Қазақ хандығының аумағы бірден қалыптасқан жоқ. Ол бірнеше ханның тұсында нығайды. Қасым хан 1511-1518 жылдары тұсында хандық шарықтау шегіне жетті. Аумағы батыста Жайыққа, оңтүстікте Сырдария бойында қалаға, яғни Ташкентке дейін, солтүстік Сібірге дейін Қасым ханның қасқа жолы атты алғашқы заңдар жинағын шығарды. Бұл мемлекеттіліктің құқықтық негізін сабақтастығы. Хақназар хан 1538-1580 жылдары билік еткен болатын. Ішкі талас тартыстан әлсіреген хандықты қайта біріктірді. Есім хан 1598-1628 жылдар ескі жол атты жаңа заң қабылдады. Бұл заңда хан билігі мен билер кеңесінің билігі теңестірілді. Бұл көшпелі демократияның, яғни билік бөлінісінің бірегей үлгісі. Тәуке хан 1680-1715 немесе 1718 кейбір деректерде сол осы Тәуке ханның тұсында 7 жарға қабылданды. Бұл қазақ хандығының толыққанды ата заңы, яғни конституциясы. Онда қылмыстық іс, мүліктік дау, отбасылық қатынас, әскери міндет барлығы реттелді. Бұл біздің ата-бабаларымыздың заңға сүйенген құқықтық мемлекет құрғанын дәлелдейді. Өкінішке орай 18 ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы, Ақтабан шабуылында және Ресей империясының отарлау саясаты хандықты әлсіретіп, 19 ғасырдың ортасында хандық билік толығымен жойылған болатын. Қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері. Хандық жойылғанмен халықтың санасындағы азаттық пен мемлекеттілік идеясы ешқашан өлген жоқ. Бұл идея 20 ғасырдың басында қайта жаңғырды. Алаш автономиясы 1917-1920 жылдар аралығында болды. 1917 жылы Ресей империясы құлаған кезде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов бастаған ол зиялылары Алаш партиясын құрды. 1917 жылы желтоқсанда Орынбор қаласында өткен екінші жалпы қазақ съезінде олар Алаш автономиясын жариялады. Бұл жай ғана ұран емес, бұл нақты жұмыс істеген мемлекеттік институт еді. Оның Әлихан Бөкейханов бастаған үкіметі Алашорда болды.
Оның өз әскері, алаш полктері, өз қазынасы, жергілікті басқару органдары болды. Алаш зиялыларының басты мақсаты қазақ жерінің тұтастығын сақтау, жерді халыққа қайтару, ұлттық білім беру жүйесін құрды және қазақ тіліне мемлекеттік мәртебені беру еді. Алаш орданың өмірі қысқа болды. 1920 жылы оны кеңес өкіметі күшпен таратты, бірақ оның тарихи маңызы зор. Ол хандық дәуірден кейін мемлекеттілікті қалпына келтірудің алғашқы сәтті қадамы болды. Қазақ АКСР және Қазақ КСР-ның құрылуы. Кеңес өкіметі алаш идеясынан сескеніп, ұлттық мемлекеттілікті өз бақылауында құруға мәжбүр болды. 1920 жылы 26 тамызда РКФСР құрамында станасы орынбор болған Қырғыз автономиялы кеңестік социалистік республикасы, яғни АКСР құрылды. Бұл мемлекеттіліктің екі-үшті қайшылықты формасы еді. Бір жағынан бұл үлкен жетістік болды. Алаш зиялылары армандағандай қазақ жерлері бір әкімшілік аумақтық бірлікке жинақталды. 1925 жылы халықтың тарихи қазақ атауы қайтарылды. Екінші жағынан бұл толыққанды мемлекет емес, Мәскеуге бағынатын автономия ғана еді. 1930 жылдары ашаршылық, 1937-38 жылдары репрессия, сол алаш зиялыларының атылуы осы жүйенің қасіретін көрсетті. 1936 жылы КСР-ның жаңа конституциясы бойынша Қазақстанның мәртебесі көтеріліп, ол Қазақ кеңестік социалистік республика, Қазақ КСР болып, одақтас республикаға айналды. Бұл қағаз жүзінде болса да маңызды қадам еді. Қазақ КСР-ның өз конституциясы, туы, әнұраны, министрліктері болды. Ең бастысы КСР-ның конституциясында одақтас республикалардың одақтан бөлініп шығу құқығы жазылды. Дәл осы құқықтық норма 1991 жылы біздің тәуелсіздік алуымызға заңды негіз болды. КСР-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздік жариялануы 20 ғасырдың 80 жылдарында соңында КСР-ның экономикалық және саяси дағдарысқа ұшырады. Халықтың санасы ояна бастады. Тәуелсіздікке деген алғашқы ұмтылыс 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы болды. Бұл қазақ жастарының Мәскеудің әміршілік саясатына, ұлттық мүддені ескермеуіне қарсы алғашқы наразылығы еді. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғары кеңесі Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдады. Бұл тәуелсіздік емес, бірақ соған жасалған үлкен қадам еді. Бұл құжат республиканың өз аумағында толық билікке ие екенін, өз ресурстарының өзі қожалық ететінін жариялады. 1991 жылғы тамыз бөлігінен кейін КСР-ның ыдырауы бұл артықпас шындыққа айналды. 1991 жылы 1 желтоқсанда тұңғыш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Осы тарихи оқиғалардың заңды жалғасы ретінде 1991 жылы 16 желтоқсанда жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңды қабылдады. Бұл күн біздің 1000 жылдық мемлекеттілік тарихымыздағы жаңа дәуірдің бастамасы болды. Қорытындылай келе, Қазақстан мемлекеттілік тарихи бұл үзілмес сабақтастықтың шежіресі. Біздің тәуелсіздігіміз осыдан 30 жыл бұрын пайда болған жоқ. Оның негізгі ежелгі сақтары мен ғұндардың әскери әкімшілік жүйесінде жатыр. Ол түрік қағанатының ел атты киелі идеологиясымен жалғасты. Ол Қыпшақ хандығының тілі мен жерін мұра еткен болатын. Ол Ақ Орда мен Алтын Орданың басқару дәстүрін алды. Ол Қазақ хандығы кезінде жеті жарғы сияқты заңдармен толыққанды мемлекет ретінде қалыптасты. Ол отаршылық жылдарында алаш зиялыларының санасында қайта жаңғырған болатын. Ол кеңес дәуірінде өз шекарасын жинақтап, заңды негізін дайындады. Және 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тарихи заңды орнына қайта оралды.
сондықтан біздің міндетіміз осы ата-бабаларымыз аманат қылып қалдырған жеріне адал болып, осы мыңжылдықтар тереңінен бастау алатын мемлекеттілік дәстүрін көзінің қарашығындай сақтап, тәуелсіз Қазақстанды одан әрі нығайту. Назарларыңызға рахмет.